Медитация деген не? Медитацияны қалай дұрыс жасаймыз? Жалпы медитация жасау не үшін керек? Бұл видеода сол туралы айтатын боламын. Менің атым Айнара Байжан, мен нейропрактикпін. Медитацияны практиковать етуші маманмын, және де халықаралық сертификатталған коучпын. Менің осы YouTube парақшамда сіздің өміріңізге қажетті ғылыми дәлелденген ақпараттар бар. Қарай жүріңіз, лайк басып, комментарий жазып, подписаться басып алыңыз. Медитацияны көп адам ойлайды, демалу үшін жасайды деп. Жоқ, медитация демалдырмайды. Медитация біздің реальностімізді өзгертуге көмектесетін құрал. Медитация біз ойларымызды өзіміз басқару үшін, сезімдерімізді өзіміз басқару үшін, и в конце концов реальностьті мына өмірімізді өзіміз басқару үшін қажетті құрал екен. Медитацияны көп адамдар, әсіресе қазақтар, жасай алмайды. Өйткені шыдамы жетпейді. Біз өте шыдамсыз халықпыз, және біз рационалды ойлаймыз. Ой, осы не керек, осының не қажеті бар деген сияқты біздің ақыл есіміз үнемі сөйлеп тұрады. Медитацияны көбінесе рухани бай адамдар жасайды. Рухани бай деген тек қана намаз оқып, жаңағыдай дінге берілген адамдарды айтпайды. Рухани бай деген адам өзінің ішкі әлеміне үнемі үңілетін, өзін өзгертуді сыртқы күштерге емес, өзінің ішіне тапсыратын адамды айтады. Рухани бай болу үшін медитация жасасаң рухани бай болып кетесің деген әңгіме де жоқ. Бірақ та рухани дамудың алғашқы баспалдақтарының бірі бұл медитация жасау. Медитация жасаған кезде біздің тәніміз толықтай босаңсиды. Әдетте адамдар көбінесе күржиіп жүреді, үнемі напряженный жүреді. Қазір телефондамыз, иығымыз бүрісіп қалады, тағы үнемі жұмыс істеп жүреміз, ыдыс жуып жатамыз, бала қараймыз. Яғни тәніміз үнемі біздің напряжение, яғни қысымда жүреді. Медитация кезінде біздің тәніміз босаңсиды. Тәніміздің әр бөлігіне біз назарымызды жіберіп, босаңсытып, релакс күйге енгізген сайын біздің мына жақта санамыз ашыла береді. Сана біртіндеп ашылған сайын біз бейсанаға доступ аламыз. Ал бейсана біздің өміріміздегі 98% шешімдерді қабылдатады. Сол 98% шешімді қабылдататын ең мощный біздің денеміздің бөлігі, миымыздың бөлігі бейсанаға доступ алу үшін біз медитацияға кіреміз. Медитацияны қозғалмай отырып жасау керек. Көп адамдар медитация жасап жатырмын деп ұйықтап жатады. Ұйықтап жату ол медитация емес. Бейсана ешқашан ұйықтамайды, сана ғой ұйықтайтын. Бірақ та дұрыс медитация ол лотос позасында отырып, арқаны тіктеп қойып, дыхание, яғни дем алып, дем шығарып, соған назар қойып отыруды дұрыс медитация жасау деп есептейміз. Медитацияға отырған кезде жөтел қысады, табан қышиды, басымыздың ішінде бірдеңе жүрген сияқты болады шашымыздың арасында. Мұндай нәрселерге назар қоймаймыз. Солай бізді испытывать етеді, сынайды медитация. Медитацияға кіріп бірден жасап, бірден результатқа адамдар келмейді. Бұл үздіксіз практика, бұл жаттығу. Медитацияда кезінде қозғалыссыз отырған адам бірден ұшып кетеді. Ұшып кету дегенде мен трансқа түсу, ақыл есінен адасу дегенді айтып жатқан жоқпын. Ұшып кету деген сөз ол жоғарғы сана, яғни бақылаушы санаға айналу. Жоғарғы санаға айналған кезде, бұл тек медитация кезінде возможно. Жоғарғы санаға айналған кезде біз кванттық полеге доступ аламыз. Ал кванттық поле шексіз мүмкіндіктер кеңістігі. Ол жақта біздің кез келген қалауымыз мүмкіндік күйінде тұр. Сол мүмкіндікті біз материяға айналдыру үшін медитацияға түсуіміз керек. Медитацияның дұрыс бұрысы жоқ деп айтып жатады. Кез келген медитация дұрыс деп. Бас жағында, кез келген медитация дұрыс. Ал уақыт өте келе медитацияны дұрыс жасау әдетке айналады. Медитацияны міндетті түрде жақсы естілетін наушникпен, ыңғайлы киіммен, шашта резинка жоқ босатып, қабақты түсіріп, денені бос қойып, аяқ қолды икстемей, жай барақат, ешкім мазаламайтын мысық, бала шаға, музыка сырттан, басқа да нәрселер мазаламайтын тыныштық күйде жасалу керек. Тыныштық күй керек медитация үшін ең бастысы, және дұрыс қалыпта отыру керек. Қандай медитацияны тыңдаймын? YouTube'дағы кез келген медитацияны тыңдай берейін ба деген сұрақ тууы мүмкін. Мен өзімнің медитацияларымды ұсынамын, өзімнің даусыммен. Менің даусым көп адамға жағады. Сізге жаға ма, жақпай ма білмеймін, бірақ осы күнге дейін менен сабақ алған
оқушыларымның барлығы менің даусымның нағыз медитативті дауыс екендігін, сабырлы дауыс екендігін айтып жатады. Сондай қоңыр, баяу дауысты, сондай жоғарғы герцті музыкамен сапалы түрде жазылған ұзақ медитацияларды тыңдаңыздар. Медитация, мен байып кетуім үшін қандай медитация тыңдасам болады? Бөпе көтеруім үшін қандай медитация тыңдасам болады? Жоқ, ондай медитациялардан бастамаңыз. Медитацияның ең алғашқы баспалдағы бұл сезіну, осы сәтті сезіну, осы кеңістікті сезіну, бақылау, тәнді бақылау, ойды бақылау, есті бақылау. Соның барлығы алғашқы баспалдақ болып есептелінеді. Содан кейін біртіндеп сіз шүкірлік медитациясына өтесіз. Одан кейін дәл қазіргі сәттің күшін сезіну медитациясына өтесіз. Одан кейін жүрек ашу медитациясы, плацебо, тәнді іштен сауықтыру медитациясы, кез келген мүмкіндікті алу медитациясы, эпифиз деген сияқты тағы да медитацияның басқа да деңгейлеріне шыға бересіз. Жалпы мен сізге айтқым келетіні, медитацияны нақты дұрыс маманнан үйреніңіздер. Егер сіз менің медитацияларымды алғыңыз келсе, мен сізді небәрі 3000 теңгелік интенсивке шақырамын. Сол жерде мен сізге медитация туралы тағы да күшті ақпараттар беріп, жақсы алғашқы әліппесі, медитацияның әліппесін бірге жасатып, сізге пайдалы болатын сабақты ұсынамын. Егер сол медитацияны алғыңыз келсе, сол интенсивке жазылғыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтуіңізге болады. Келесі видеоларда кездескенше.